Атадан қалған асыл сөз. Үш бидің толғаулары. Әз тәукені күллі қазаққа ортақ қан сайлап, сұпы әжіні бүкіл қазаққа пір сайлап, жеті жарғының жосығын қабылдаған ұлы жиын аяқталған соң, жиылған жұртқа Төле, Әйтеке, Қазыбек би үшеуі мынандай ұлағат айтыпты дейді. Әлеумет депті Төле би, қалай? Осы біздің ортамызда жылқы біткен көп кісінесіп, әйел біткен көп кісімсініп кеткен жоқ па? Жылқы біткен көп кісінесе, ел шетіне бірді-бірдің жеткені болар. Әйелдер көп кісілік айтса, қадірлерінің өткені шығар депті Қазыбек би. Ал Әйтеке отырып, ел шетіне дүбір келсе, атыңның жалы панаң болар, көк сауытың қатын, көк найзаң, балаң болар деген екен. Үй сыртында төбең болса, ерттеулі тұрған атыңдай, ел шетінде қарияң болса, жазулы тұрған қатыңдай, жалтылдайды екен деп, жастықты сөкпе, бәріңнің шыққан тегің сол. Ар сатып алған атақтан, тер сатып алған мал артық, сақалын сатқан кәрден, еңбегін сатқан бала артық. Жомарттықта суайттың жомарттығы, молданың дуаға жомарттығы жаман. Жомарттықтың тағы да бір жаман түрі, еркектің жетекке көңілшектігі, әйелдің етекке көңілшектігі. Дуаға жомарт молда малынан қағылар, уәдеге жомарт суайт, абырой арынан қағылар. Жігіттің көңілшектігі атының соры, әйелдің көңілшектігі қатынның соры. Ол өссе ұрпақ, қыз өссе өріс, дәулетіңнің қадірін ұл өскенде білерсің, абыройыңның қадірін қыз өскенде білерсің. Жарақтыдан құтқарса атың мұра, жалғыздықтан құтқарса қатын мұра. Төсекте қызық көрмеген, тамұқта жаны шошымас, жар құшып бауыры күймеген, ол сүйіп ерні тұшымас. Азынаған айғырды үйірінде көр, аңқылдаған жігітті үйінде көр. Биікке шықсаң көңілің ашылар, жақсы менен тілдессең зейінің ашылар. Аты жаманның арманы кетер, ниеті жаманның иманы кетер. Әйелі жаманның мейманы кетер. Алланың сүйгені азан, халықтың сүйгені қазан деп, үш би кезек жырлап, тағы бір рет ел құлағының құрышын қандырған екен.